Қазақстан Даму банкінің қолдауымен 30 студент еліміздегі ірі кәсіпорындарда тәжірибеден өтуде. Керек адам әлеуметтік білім беру жобасы 14 азаматты қамтып үлгерген. Тағы 10 жас маман Ақтөбедегі рельс арқалық зауытында біліктілігін арттыруда. Ерғанат Сарбас Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінде материалдарды қысым мен өңдеу технологиясы мамандығы бойынша білім алған. Сондықтан болашақ металлург үшін Қазақстанның Даму банкі мен Тайбурыл қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған бастама таптырмас тәжірибе болып отыр. Оқу ордасында алған білімін өндіріспен ұштастырып, білікті маман болуды көздейді. Ол грантқа группамнан 40 студент қатысқан болатын. Соның ішінен біз 10 студент ілініп отырмыз. Стипендия ұтып алып, өз мамандығымызбен жұмыс жасап жатырмыз. Және де группаластарым асыға күтуде келесі жылы тағы да болса екен деп. Ерғанатпен бірге жарты жылдық өндірістік тәжірибеге келген жастарға шәкіртақыдан бөлек жалақы да тағайындалған. Бұл жоба бірінші кезекте инженер-техниктерді қамтиды. Жастар арасында техникалық мамандықты насихаттап, оқу орны түлектерінің кәсіби біліктілігін арттыруға бағытталған. Важно отметить, что біздің банк ірі индустриалдық жобаларды жүзеге асыратыны атап өту керек. Сондықтан еліміздің инженерлік техникалық мүмкіндігін арттыру банктың бұл салаға қосқан үлесі және қаржы институтының әлеуметтік жауапкершілігі аясындағы маңызды қадамдарының бірі. Жоғары және арнаулы оқу орындарында ядролық физика мен ғарыш техникасы және технологиясын, өндірісті автоматтандыру мен мұнай саласын игерген 14 жас маман еліміздегі жетекші кәсіпорындарда тәжірибеден өтіп үлгерді. Ал Ақтөбе рельс арқалық зауытына келген студенттердің арасындағы үздіктері бағдарлама мәресіне жеткен соң осы жерде тұрақты жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.